мұны алып тастау керек енді. Біз мұнай сатып байи алмадық, уран сатып байи алмадық, алтын саттық, көмір саттық, ананы саттық, мынаны саттық, 99 элементтің бәрін саттық. Енді жерді сатып, бір жерімізді жамаймыз деген енді ақылға келмейді енді. Содан кейін мынадай Ресейдің, бұл енді мен айтайын деп отқаным, мына ұялы телефонға түсіріп алып таратылған хабарлама емес. Ресейдің мынандай ірі телеканалдары көрсетіп жатыр қазір. Тәжікстанның Таулы Бадахшан ауданында Қытайлар қаптап кіріп атқан. Сол жерде хабарлама жүр, Ресей таратып жатыр. Қаншалықты шындық екенін мен білмеймін, бірақ Тәжікстан Қытайға қарыз болып қалған екен. Қарызын қайтара алмай, сол ана Таулы Бадахшанда тәжікке ұқсас халық бар, өздері тәжікпен екеулері де жақсы емес. Сондықтан Таулы Бадахшанды түп тамырымен Қытайларға беріпті, сол жерге әскер кіргізіп жатыр. Оны сіздер интернеттен көрген шығарсыздар енді. Сондықтан халық осыдан қауіптенеді. Ертең ана келіп алып, сосын біз Қытайға онсыз да қарызбыз, қарызын қайтара алмайсың, осы жерде қалам деген осындай халықты қобалжытып жатыр. Жалпы жер мәселесінде егер мына халықтың айтып жүргені Қытайға қарызбыз, сондықтан Қытай бізді қысып жатыр дейді. Жалпы біз Қытайға қанша қарызбыз? Ол шынымен бізді қысып жатыр ма осы? Жерді бересіңдер, болмаса қарызын қайтарыңдар деп. Егер осы мәселені ашық күн тәртібіне қоюға болады ғой. Оны жасырмай үкіметтен сұрайтын. Сондықтан жер сатылмасын, жер шетелдіктерге жалға да берілмесін. Біздің өзіміздің шаруаларға берген кезде оны қарау керек. Одан кейін мынадай жаңа ұсыныстар түсті. Шекаралас елдерге жерді мүлде жалға бермеу деген. Жақсы ұсыныс. Сонда шекаралас емес елдер келе алмайды деп ойлайсыздар ма? Бір ғана мысал келтірейін. Оңтүстік Қазақстан облысы, Қызылқұм ауданы, Шәуілдір деген ауыл бар сол жерде. Қазақи жақсы ауыл. Мына Қуаныш Айтаханов ағамыз өте жақсы біледі сол жерді. Сол жерде ол мәселені де білетін шығарсыз. Сол жерде мыңдаған гектар жерді арабтар қоршап алған. Ол көп жыл болды қоршап алып, өздері не істеп жатқанын білмейміз. Мысалы, жаңағы шекаралас мәселесіне келгенде. Сол жерде не істеп отыр ол Қуаныш аға, сол арабтар? Сіз біліп бере аласыз ба? Құс аулайды дейді, жергілікті халықтармен кездестім мен. Қаршыға, жаңағы ителгі деймін, біздің жаңағы құстарымызды аулап елдеріне апарып сататын көрінеді. Сосын жергілікті халықтар оларға қазір шамданып жүрген байқалады. Сондықтан бұл жерде кешенді түрде бір жақты қарамай, барлығын жан жақты түрде сабырмен, ақылмен шешейік. Рахмет, тыңдаңыз.